Армысыз әлеумет, эфирде қоғам және заң бағдарламасы. Бүгінгі хабарда өңірімізде жең-жең жалғасқан жемқорлықпен жүргізіліп жатқан күрес жайындағы іс-шаралар туралы айтатын боламыз. Елбасының 100 нақты қадам ұлт жоспарының ерекшелігі барынша тез қабылданып, атқарылатын жұмыстар қарапайым халыққа түсінікті насихатталуда. Мұнда белгіленген басым бағыттарды орындау мемлекеттік аппарат, басқа да сала қызметкерлері, жұртшылық өкілдері және жалпы халықтың міндеті. Қалай болғанда да әр жоспар жоба орындалуымен құнды екендігі талас тудырмайтын ақиқат. 5 реформаның біріншісі кәсіби және автономиялы мемлекеттік аппаратты қалыптастыру болса, енді осыны іске асыру тетігі 100 қадамның бастапқы 15 қадамында нақты көрініс тапқан. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жаңадан қабылдаған ұлттық жоспары, яғни 100 қадам бағдарламасы, қазіргі күні туындап жатқан түрлі сын-қатерлерге нақты да табанды жауап ретінде біз қабылдап отырмыз. Бір қуантарлық жағдай осы бағдарламада жоспар ретінде бекітіліп, не істеуіміз керек, қандай қадамдарға қол жеткізсек, қандай жетістіктерге баратынымыз нақты көрсетілген. Соның ішінде ерекше назар аударатындығы осы жоспардағы бірінші бағыты, бірінші санаты ол кәсіби мемлекеттік аппарат құру мәселесі көрсетілген. Әрине, осы бірнеше жылдан бері Қазақстан Республикасында әкімшілік реформа жүргізіліп жатыр, мемлекеттік қызмет саласы дамып келе жатыр. Бұған барлық шетелдік сараптамашылар да жоғары баға беріп отыр. Бірақ дегенмен өзіндік кемшіліктері де бар екен жасырын емес. Соның ішінде командалық ауысулар дейміз, мемлекеттік қызметшілердің төмен жалақысы, мансаптық өсу мәселелері әлде де болса толығымен іске асырылмай отыр. Сондықтан да осы бағдарламада көрсетілген мәселелер мемлекеттік қызмет саласының еліміздің әлеуметтік экономикалық жағдайын жақсартуға әбден мүмкіндік туғызатынын көріп отырамыз. Соның ішіндегі мәселенің бірі ол мансаптық өсу мәселесі. Мансаптық өсу дегеніміз тек қана төменгі лауазымға келу ары қарай өсу емес, сол өскен кезінде, сатылап өскен кезінде тиісті тәжірибе жинақтау, тиісті біліктілігін арттыру мәселелері де толығымен қамтылатын болады. Оның ішінде жаңа заңнамаларды әзірлей отырып, жемқорлыққа қарсы іс-қимылды күшейту және оның жүйелі түрде алдын алуға ерекше мән берілген. Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі Жамбыл облысы бойынша департаментінің мамандары сыбайлас жемқорлық әрекеттерін азайту мен жоюға бағытталған жұмыстарды жүйелі жүргізуде. Енді осы бағытта, осы меритократия қағидаттарын енгізу бағытында біздің агенттік көп жұмыс жасап жатыр. Тиісті заңдылық актілердің жобалары қазіргі таңда дайындалып жатыр. Біздің департамент өз тарапынан осы мәселелерге көптеген жобаларды облыс әкімшілігі мен бірлесіп, аумақтық мемлекеттік қызметшілерді оқыту орталығымен бірлесіп, біз бірнеше бағдарламаларды қазір іске асырайын деп жатырмыз. Ұлт жоспарын орындауда алдымен мемлекеттік қызметкерлер алда болып, үлгі көрсетуі тиіс. Өйткені мемлекеттік бағдарламаларды жүзеге асырушы да, қадағалаушы да мемлекеттік қызметкерлер. Сондықтан оларға жүктелер жауапкершілік жоғары. Одан бөлек тағы да бір үлкен бағдарлама ретінде айтуға болады. Жас мемлекеттік қызметшілер мектебі атты бағдарламаны іске асыру мәселесін біз жоспарлап жатырмыз. Бұл жерде жоғары оқу орындарын дұрыс нәтижемен, үздік нәтижемен бітірген жастардың ішінен көшбасшылық қасиеттері бар жастарды іріктеп алып, оларды теориялық жағынан біз мемлекеттік қызмет саласына дайындап, теориялық оқуды өткізгеннен кейін бірнеше ай бойы біз мемлекеттік органдарда оларды тағылымдамадан өткізіп, яғни ары қарай сол тестілеуге дайындап, яғни мемлекеттік қызметке дайын маман ретінде біз қалыптастыратын бір өзіміздің жоспарларымыз бар. Осылардың барлығын біз жүзеге асыратын болсақ, мен ойымша осы елбасымыздың бізге жариялаған 100 қадам жоспарына өзіндік үлесімізді қосамыз деп ойлаймын.
Қазірде өкініштісі сол. Өңірімізде жеңішінен жалғасқан жемқорлық фактілері өткен жылмен салыстырғанда біршама өскен. 100 нақты қадам бағдарламасы Қазақстанның дүние жүзіндегі дамыған 30 мемлекеттік қатарына қосылуына мүмкіндік беріп отыр. 100 қадам түрінде ұсынылып отырған жоспарды орындау мақсатында барлық мемлекеттік мекемелер, әр азамат бұл игі іске өз үлесін қосу керек. Бұл жоспар Қазақстан 2030-2050 стратегиясының жалғасы. Өз кезегінде департамент тарапынан мемлекеттік қызмет көрсету сапасын бағалау және бақылау, сондай-ақ сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтардың алдын алу, оларын анықтау, жолын кесу, ашу мен тергеу жұмыстарын жүргізілуде. Атап айтсақ, ағымдағы жылдың 4 айының қорытындысы бойынша облыстың сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметінің өндірісінде 146 қылмыс қаралды. Сыбайлас жемқорлық қылмыстарының үлесі 99. 4 ай 2014 жылы 54 фактісі болған. Яғни 45 қылмысқа өскен. Биылғы жылы. Тіркелген сыбайлас жемқорлық фактілерін жалпыламалатын болсақ, ауыр емес және орташа ауыр қылмыстар саны 43-ті құрап отыр. Оның ішінде ауыр қылмыстар саны 23. Қылмыстардың көп бөлігі қызметтік өкілеттіктерді асыра пайдалану деректерінің үлесінде. Ағымдағы жылдың 4 айында мемлекетке келтірілген 62,4 миллион теңге салық анықталып, оның 31,1 миллион теңгесі өндірілген. Парақорлық деректері бойынша 11 қылмыс ашылған. Оның ішінде 7-і пара алу, 2 факті пара беру болса, тағы 2 факті парақорлыққа делдалдық жасау. Сонымен қатар жедел жолмен 25 қылмыс тіркелген. Өндірісі аяқталып сотқа жолданған қылмыстар саны 17. Басқа органдарға жолданғаны 2, ал өндірісте 8 қылмыстық іс бар. Есептік кезеңде мемлекеттік бағдарламалар бойынша 20 қылмыс анықталған. Атап айтқанда, 100 мектеп, 100 аурухана мемлекеттік бағдарламасы бойынша 3, агробизнес 2020 бағдарламасы бойынша 1, Ақбұлақ 2020 бағдарламасы бойынша 4, жұмыспен қамту 2020 бойынша 1, өңірлерді дамыту бойынша 8 және саламатты Қазақстан бағдарламасы бойынша 3 анықталған. Жалпы айыппұл көлемі 2 миллион 74.600 теңгені құрайтын 9 әкімшілік құқық бұзушылық анықталып, мемлекет кірісіне 792.800 теңге қайтарылды. Ұсыныстарды қарау нәтижесінде талдаумен мемлекеттік сатып алуға мониторинг жасау жолымен анықталған тиімсіз жұмсалуы ықтимал болған мемлекет қаражатының көлемі 60 миллион теңгені құраған. Департаменттің сотқа дейінгі тергеу нәтижелерімен 106 қылмыстық іс өндіріспен аяқталып, оның ішінде 30 іс сотқа жолданды. Жеделдетілген сотқа дейінгі тергеу түрінде 6 іс біткен. Ал кінәні мойындау туралы процессуалдық келісім жасау тәртібінде 5 іс аяқталды. Алдын алу шараларымен қылмыстың жолын кесу тиімділігін арттыру мақсатында мемлекеттік және өзге де ұйымдарға Қазақстан Республикасы қылмыстық іс жүргізу кодексінің 200 бабы аясында қылмыстар мен басқа да заң бұзушылықтарды жасауға итермелейтін себептер мен жағдайларды жою туралы 26 ұсыныс енгізілді. Нәтижесінде 12 ұсыныстың негізінде әртүрлі тәртіптік жауапкершілікке 20 тұлға тартылып, 4 тұлға жұмысынан босатылды. Сондай-ақ департамент қызметкерлері халықпен мүмкіндігінше тығыз қарым-қатынаста болу үшін 2 ай бұрын жеке ресми сайтын ашты. Ашылғанына аз уақыт өтсе де, біраз ауқымды жұмыстар жүргізілді. Азаматтардан арыз шағымдар қабылдап, тиісті іс-шараларды қолданған. Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Жамбыл облысы департаментінің парағы. Жаңағы сайтымызда біз азаматтардың арыздарын ала аламыз, олар жаңағы комментарий жазатын болса, соның бәрі бізде бақылауда болады. Сонымен қатар біз бұл сайтқа департаментте өткізіліп жатқан іс-шараларды саламыз. Жаңағы пресс-релиз дейміз ғой, баспасөз хатшысы дайындаған пресс-релиздеріне салып, оны әлбетте суретпен фото немесе жаңағы бейне сюжетпен толтырамыз. Тәртіптік кеңестің және қоғамдық кеңестің отырысы болатын кезде жазып, уақытын және қай күні өтетін жазып, біз уже алдын ала адамдарды
ақпараттандырып хабарлаймыз. Біз азаматтардың ұсыныстарын немесе арыздарын қабылдап, олармен әлбетте түрде байланысқа шығып, департаментке шақырамыз. Ресми сайттан бөлек көпшілік пайдаланатын әлеуметтік желілер бойынша да жұмыстар жүргізілуде. Ал ресми парақшамызға қарағанда, әлеуметтік желідегі парақшаларымыз 3 ай бұрын ашылған. Ресми парақшамызға 1 ай, әлеуметтік желілерде 3 ай отырмыз. Осы 3 айдың ішінде біз жалпы алғанда 10 әлеуметтік желіде бармыз. Сол Facebook, Twitter, ВКонтакте, Instagram дейді, YouVision, Ел-кз деген қазақстандық сайты бар. Одан орай бізде YouTube, Kiwi, Костюб деген видео салатын видео хостинг дейді ғой. Сол жерде 10 парақшамыз бар. Жалпы алғанда бәрінің санағында бізде 5000-ға жуық адам бар. Адам оқырмандарымыз бар. Әлеуметтік желіде айтып кеттім ғой, 5000-ға жуық адамымыз бар. Сол адамдардың арасында көбінесе қарапайым халық қатысады. Өте белсенді сауалдарын жіберіп, сұрақтарын қояды. Жемқорлыққа қарсы сауаттандыру жөнінде, жемқорлыққа қарсы заңнаманы көбінесе сұрап жазып жатады, және жемқорлықпен қалай күресу керек екен өз ұсыныстарын жіберіп жатады, ойларын білдіріп жатады. Біз өткізіп жатқан іс-шараларымызды біреуіне ұнап жатады, біреуіне ұнамай өз пікірін жазып жатады. Оның бәрі бізде бақылауда. Басшымыз өзде қосылған әлеуметтік желілерді қарап тұрады. Одан орай бізде блогерлар дейді ғой, интернет белсенді қолданушылармен кездесулер өтеді. Ол кездесулерде біз ақпараттандыру жайлы көбінесе жоспар құрып, әлеуметтік желіде қалай жұмыс істеу керек екен, жаңа тәсілдерін ойлап тауып, қолданушыларға қызық болсын, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру жөнінде осы интернетте белсенді жұмыс істеп жатырмыз. Тіпті ай сайын онлайн арқылы көпшіліктің пікірін тыңдап, ойлармен бөліседі. Бұл дегеніміз әрбір азаматтың құқығы басты назарда екенін білдіреді. Қымбатты телекөрермендер, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Апта айналып жүзгенше аман сау болыңыздар.